Саламатсыздар менің көрермендерім. Мен бүгін микс вареньесін әзірлеймін. Сіздер де менің рецептім ұнаса лайк басып, комментарий жазып, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Бізге керегі алмұрт, лимон, шекер және слива. Мен жемістерін жуып тазалап алдым. Енді мына алмұртымыздың қабығын ашып жатырмын. Қабығы өте қалың екен. Қалың болғандықтан мен сыртын ашып әзірлеймін. Сырты қаттылау болғанымен, қалың болғанымен, іші өте жұмсақ және өте тәтті екен. Кейбіреулері құрғақ және онша тәтті болмайды ғой. Мына өте тәтті и сұлу екен. Енді осылардың бәрін жан-жақтарын, жұмсақ жерлерін турап, қаттысын қалдырып, сопақша етіп турап әзірлеп аламыз. Бұл жемістердің бәрінің дәмі бірін-біріне үйлесу керек. Мына алмұрт пен сливаның дәмі бірін-біріне өте әдемі үйлеседі, және оған лимон қосса шаймен ішкенге өте керемет. Шай ішіп отыра бергің келеді. Мына жерде 600 грамм алмұрт. Менде морозилкте сақталған алхоры, мынау сливамыз. Биыл жеміс жылы болды ғой, биыл жеміс өте көп салынды. Мен биыл банкіден қалған сливаларды артық болғаннан кейін жуып морозилкке сап қойған. Мен осыны шетінен алып, турап варенье, компот, сок жасап жатырмын. Міне, бұнда жаңа алмұрт сияқты сопақша етіп турап аламыз. Бұл алхорда өте дәмді және сулы алхоры. Алхорымызды да турап алдық. Міне бұл алхорымызда 600 граммдай болды. Енді лимонымызды турап аламыз. Лимонымызды да жаңағы сопақша етіп турап аламыз. Бұл лимонды алған кезде де ташкентский алсаңыздар жақсы. Ташкентскийдің қабығы жұқалау болады және жұмсақтау болады. Қырғыздың лимонын алсаңыз өте қалың болады қабығы. Қышқылдау болады. Мына өте иісі де әдемі ташкентскийдің. Сол үшін ташкентскийді алуға кеңес беремін сіздерге. Мына ішіндегі сүйектерін алып тастай, сүйектерін қоспайсыздар. Міне мен бәрін турап болдым. Бұл жерде менде 2 лимон болды. 2 лимон жетеді. Енді осылар жақсылап тұрып, әбден араластырып аламыз. Шекерін сеппей тұрып. Иісінің өзі өте дәмді болып тұр. Аппетитті ашып тұр. Міне енді мен бұған 700 грамм шекер дайындап салдым. Енді шекерімізбен жақсылап тұрып тағы да араластырамыз. Шекерін қосып араластырып болғаннан кейін мен бетін жауып бір түнге қалдырам. Сонда мыналының соғы шығып тұрады. Міне соғы шығып, не деген соқ мынау, вообще су құйған жоқпын. Енді осыны мына қазанымызға құйып қайнатып аламыз. Мен 10 минут тағы қайнатам. Астын өшіріп 3-4 сағаттан кейін тағы да бір 10-15 минут қайнатам да банкілерге жауып тастайым. Вареньеміздің тәттілігі өте тәтті. Жаңағы сливамызда, грушамызда бәрі тәтті болғаннан кейін бал сияқты болып тұр ғой, бал сияқты болып тұр. Енді лимонның қосылғаннан кейін вообще иісі деген айта алмаймын енді. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Қонақтарыңыз келсе бәрі рецептін сіздерден сұрап жүреді. Мен осындай кішкентай банкілерге салдым. Иісінің өзі, дәмінің өзі қандай керемет. Сіздер де мен рецептіммен міндетті түрде жасап көріңіздер. Шаймен ішкенге өте тамаша нәрсе. Бәріңізге ас болсын.